Енді ауыл мектептері мен қала мектептерінің дәрежесі теңеседі. Назарбаев зияткерлік мектебінде әр аймақтан жиналған ұстаздар шеберлік сағатынан өтуде. Олар Маңғыстау, Ақтөбе, Атырау және Батыс Қазақстан облыстарының шалғай ауылынан келген. Аталған семинар ауыл мектептері Powered by Niche жобасы аясында ұйымдастырылып отыр. Аталған жоба 2020 жылы іске қосылған. Қазақстанның 17 облысынан 17 тірек мектепті қамтиды. Мақсат ауылдағы білім беру мекемелерінің деңгейін көтеру, оларды қала мектептерімен теңестіру. Жиынға 161 мұғалім қатысып, олар арнайы Астанадан келген 13 тренерден сабақ алды. Мектептері мұғалімдерінің шеберліктерін шыңдау мақсатында келіп отырмыз. Бүгінгі біздің семинарымыздың мақсаты жалпы оқушылардың оқу сауаттылығын дамыту. Бұл бағдарламада оқу сауаттылығын арттыру үшін бірден жаңағы әрине техника, технологияның да маңызы зор, бірақ дегенмен де ол бірінші кезекте емес. Жоба зияткерлік мектеп пен қордың бірлескен жұмысы. Зияткерлік мектеп тарапынан ұстаздардың білімін жетілдіру жүзеге асырылса, қор тарапынан материалдық қолдау көрсетілмек. Енді ауыл мектептері заманауи сыныптар мен коверкинг орталықтар, жаңа технологиямен жабдықталған лабораториялармен қамтылатын болады. Ақтөбе облысы Алға ауданы Бестамақ ауылынан келіп тұрмыз. Біздер ұжым Бестамақ орта мектебі 50 ұстаз келдік осы мектепке. Назарбаев зияткерлік мектебіндегі болып жатқан іс тәжірибемен алмасу, әртүрлі тақырыптағы сабақтар біздерге өте ұнап жатыр. Жоба аясындағы білім беру кезеңі оқу сауаттылығы мен функционалдық сауаттылық халықаралық PISA емтихандарының талаптарын қамтиды. Семинар 2 күнге созылады. Мамандардың шеберлік сағаттары батыс аймақтан соң оңтүстікте жалғасын таппақ. Нұрлыбек Бағыт, Талғат Қуанышев, жаңалық қызметі.